Қайырлы күн достар, бүгін қырық шелпек наборымен бірге жүретін кішкентай қалташа жасайтын боламыз. Бізге 15-20 сантиметрлік размердегі королевский мельвилюр матас қажет болады. Осының бір жақ жанын және астыңғы тұсын машинкамен тігіп шығатын боламыз. Тігіп алған қалташамызды міндетті түрде сыртқы жағына қарай аударып аламыз және сыртқы бетінен кружевамызды қойып, айландыра тігіп шығатын боламыз. Видеода қарасаңыздар, қалай тігілгені көрініп тұр. Тігісіміздің барлығы сыртқы жағынан түсіп отырады. Енді сыртқы кружевадағы тігісімізді жасыру үшін мен осындай метражный полубусинаны пайдаланатын боламын. Полубусиналардың размері 5 мм болып келеді. Ыстық клеймен алып айландыра жапсырып шығамыз. Астыңғы жағына метражный сары түсті лентаны пайдаландым. Және оның үстіне тағы да метражный ақ түсті бусинаны жапсыратын боламын. Бұл менде 40 шелпек наборымен бірге жүретін қалташа болғандықтан осылай көп оформление жасап жатырмын. Егер сіз тойбастар ретінде пайдаланамын десеңіздер, бұндай көп моншақтарды пайдаланбай, тек қана ою жапсыра салсаңыз да жеткілікті. Бұл 40 шелпек наборымен жүретін мешочек болғандықтан Т әрпін белгілеп қоямын. Бұл тырнағы деген белгі. Және дәл осындай түрде Ш деген қалташа болады. Бұл шашы деген белгі болады. Лентаны да өз қалауларыңыз бойынша пайдалансаңыздар болады. Мен бұл жерде 1 сантиметрлік ақ лента және 5 миллиметрлік сары лентаны пайдаланып, бір-бірімен жабыстырып, осылай әдемі қылып жасап шықтым. Енді қалташаңыздың размеріне қарай лентаны қай жерге орналастыру керек екенін белгілеп аласыздар да, кішкентай бір тамшы клей жағып, сол жерге лентаңыздың дәл ортасын бекітіп қоясыздар. Мен осы жерге тағы да бір полубусина жапсырып қоямын деп шештім. Наборымыздың кішкентай қалташасы дайын. Видео ұнаса каналға тіркеле кетіңіздер және комментарийге болашақта менен қандай видео көргілеріңіз келеді жаза кетсеңіздер болады.